10 мыңға жеткізейік. Конкурсымыздың 3-ші күні 2000 теңге ойналатын болады. Мектепте 2 қоймайды, 3 қоймайды, 4 қоймайды, 5 қоймайды. 2019 емес, 2018 емес, дәл осы 2020-да шыққан Samsung демек қой, әрине Xiaomi. Қытайдың әйгілі бренді Xiaomi Mi Note 10 Lite деп аталатын телефоны 1,5 күнге батарейкасы жетеді ғой байғарған кезде. Бәріңізге қайырлы күн, есімім Сапар. Бүгін бізде жаңа обзор. Бүгін обзордың тақырыбы осы 2020-да шыққан, 2019 емес, 2018 емес, дәл осы 2020-да шыққан былай қарағанда нормальный хит, нормальный телефон жайында обзор түсірші. Сол жайында болады. Екінші бізде конкурсымыздың 3-ші күні, яғни соңғы күні аяқталайын деп жатыр. Яғни біздің мақсатымыз 10 мың оқырманға жеткізіп алу. Сіздер болып, біздер болып жеткіземіз. Сол 3-ші күнде бізде 2000 теңге ойналатын болады. Қазір алдағы уақытта толық айтатын боламыз. Әрине видеоны толыққанды жалғастырмаспын. Не істейміз? Әрине лайк басамыз. Лайк деген нәрсе бізге ол мотивация береді. Кеттік па? Сонымен ең бір нәрсе әрине сол конкурс жайында ақпарат беріп кетейін сіздерге. Конкурстың тақырыбы, талабы қандай, шарттары қандай. Осы видеоны өзіңіздің 5 достарыңызға таратасыздар, кейін 5 WhatsApp чатыңызға таратасыздар. Одан келесі екінші бізде комментарий жазасыздар. Комментарийдің бүгінгі тақырыбы мынандай: Қытай телефондары неге арзан деген тақырыпта қызықты, күлкілі комментарий жазасыздар. Әрине, қанша көп жазатын болсаңыздар, сонша көп сіздерде ұтып алу мүмкіндігі бар достар. Түсінікті ғой? Одан кейін келесі нәрсе бізде каналға тіркелу болу керексіздер, лайк басуларыңыз керексіздер. Ең бастысы осы. Одан кейін бүгінгі жеңімпазымызды бүгін сағат 22:00-да мен Instagram парақшамда жеңімпазды анықтайтын боламыз. Және бүгінгі жеңімпазымыз жүлде қоры 2000 теңгеден, кеше 1000 теңге, бүгін 2000 теңгеден барынша өздеріңіздің мүмкіндіктерін сынап көріңіздер. Барлықтарыңыз жете аласыз. Тек қана просто так өзіңіз душевно ойыңызда келген любой тақырып жазсаңыздар, короче, любой тақырыпта қызықты, күлкілі, ешкім сіздерге мектепте 2 қоймайды, 3 қоймайды, 4 қоймайды, 5 қоймайды. Просто коммент жазасыздар ойыңызда келген. И сізді ешкім ұрыспайды. Зато өзіңіздің бүкіл креативіңізді қосатын болса. Түсінікті ғой? Түсінікті болса, кеттік, бізде обзорымызды бастайық. Сонымен бұл телефон бізде Қытайдан шыққан телефон, әрине китайский телефон, Samsung демек қой, әрине Xiaomi. Қытайдың әйгілі бренді Xiaomi Mi Note 10 Lite деп аталатын телефоны. Осы жылдың 2020 жылдың сәуір айында шыққан телефон болатын. Бағасы 155 мың теңге. Әрине бірден бағасы естігенде барлықтарыңызға шығып кетулеріңіз мүмкін. Ойбай, мынау қымбат қой. Мынау осына арзан десең сен білмеймін деген сияқты. Бірақ достар, қазір шығып жатқан iPhone-ның бағасын білесіздер, 500 мың теңге тұрады. Түсінесіздер ғой? Одан бөлек кешегі шыққан Samsung Note білетін шығарсыздар, қанша тұратын? Тоже бір 600 мың теңгеден асады неке бағалар. Осындай бағада телефондар шығып, оның қасында осы 2020-да шыққан телефон, енді әрине олармен салыстырғанда бағасы өте арзан деп ойлаймын. Себебі қазір нарық сондай болып кетті. Бәрі қымбат болып көрінуі мүмкін, бірақ қазіргі телефон нарығы осындай болып кетті. Ең арзан дегендердің өзі 150 мың. Одан арзан болатын болса, қазір шығып жатқан программалар, қазір шығып жатқан приложение, қазір шығып жатқан ойындарды көтермей қалуы мүмкін. Былай қарағанда сіздер ойын ойнатқан кезде кәдімгідей нервтарыңыз шығып, бірдеңе істемей, анау істемей қалды деген сияқты ғой. Осындай бағада телефондар қазір таңда арзан деп екен. Былай қарағанда сондай психология сынып қалды ғой. Былай қарағанда түсінікті ма? Түсінікті оған болсақ, былай қарағанда қазір 155 мың теңгеге не үшін арзайтын туралы қазір ақылдағы уақытта ақпарат беретін боламын. Характеристикасын бәрін естігеніңізде және шапалап ұратын боласыздар ғой. Былай қарағанда. Сонымен кеттік. Бірінші әрине минустары қандай? Бұл енді шыққан телефон болғаннан кейін минустары әлі көп шыға қойған жоқ, бірақ 5-6 отзывтары бар бұл телефон басқа сайттардағы сатып алған кісілерді. Ол жерде барлығы әзірге мақтап жатыр. Көпшілігі мақтайтын бұл әрине батарейкасын мақтап жатыр. Одан кейін істеуі бәрі жақсы, супер, анау мынау деген сияқты өзінің ризашылықтарын білдіріп жатыр. Бұл әрине әзірге енді шыққаннан кейін әлі жаман пікір қозғала қойған жоқ. Бұда әрине сразу сыртынан бастайық. Операционный системасы Android 10, 2 сим карталы, экраны Super AMOLED, одан кейін диагоналы 6:47, былай қарағанда өте үлкен де емес, өте қатты кішкентай да емес, былай қарағанда өте қолға ыңғайлы, жақсы телефон былай қарағанда.
ыңғайлы жағынан, иә. Одан кейін бізде процессор Qualcomm Snapdragon 730G деп аталады. Одан кейін азу 6 гигабайт, жадысы 64 гигабайт. Бұл телефон былай қарағанда әрине алдыңғы бізде түсірген обзорымыз Realme 6 Pro-ға қарағанда, енді 1258, 1255 әрине бұл жерде сәл ұтылып тұр. Бірақ бұда Qualcomm 720 болса, бұда Qualcomm 730G деп аталады. Бұныңкі сондықтан да осы жағынан сәл артықшылығы бар. Одан кейін келесі нәрсе, бұда камерасы. Бұның камерасы 64 мегапиксель, 9 мегапиксель, 5 мегапиксель, 2 мегапиксель, ал фронталкасы 16 мегапиксель. Былай қараған кезде камерасы тіптен жаман емес. Былай қарағанда жақсы суреттер мен жақсы видеолар түсіріп жатыр. Оны мына жақта көріп жатқан түсірген тесттерден көрсеңіздер де болады. Одан кейін келесі нәрсе бізде ол әрине көпшілік адам мақтағаны, ол әрине батарейкасы. Барлығы 4300 болса, бұныңкі 5260 миллиампер сағат. Былай қараған кезде даже 1,5 күнге батарейкасы жетеді ғой, былай қараған кезде. Бұл телефонның ең көп мақтанатындығы осы да болып тұр. Енді бағасы да бағанағы неден Realme 6 Pro қарағанда бұның артықшылығы сол батарейкасынан болып тұр. Одан кейін Qualcomm Snapdragon жаңасы 730, анады 720, бірақ әрине азу жағынан Realme 6 Pro-ға қалып тұр. Былай қарағанда әрқайсының өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бірін-бірімен былай қарағанда бағалары сәйкес болып тұр ғой, былай қарағанда. Мінекей осындай бүгінгі обзорымыз мінекей осымен аяқталды пірмен Xiaomi. Бірақ қарағанда Xiaomi қазір таңда тек қана осындай арзан телефон шығарумен өзінің позициясы танып жатыр. Енді бастапқы шыққанда енді алдағы уақытта мынандай сыбыс бар, былай қарағанда Xiaomi әлі қымбат телефондарды шығарады деген себебі қазір 10 жылдығына орай қазір таңда бір қымбат өзінің эксклюзив версиядағы телефондарын шығарады деген ойдамын. Әрине ол қаласаңыздар комментарий жазып кетіңіздер, эксклюзив версиясына бұйыртса біз сол телефонды кәдімгідей қолымызға алып обзор жасайтын болатын шығармыз бұйыртса. Ол үшін бізге әрине не керек? Ең бірінші бізге достар 10.000 подписчик керек. Сол кезде ғана бізге сондай дүкендер, сондай үлкен компаниялар бізге өздерінің телефондарын жалпы обзор түсіруге береді. Былай оған дейін бізге берулері өте қиын. Сондықтан да сол үшін ғой достар, 10.000 подписчикке жеткізейік деп жатқан. Сондықтан да видеоны конкурсты сол үшін ұйымдастырып жалпы 10.000 подписчик жетіп алып, сіздерге адам құсап телефонды қолға ұстап, обзор жасап, сіздерге бәрін көрсеткіміз келеді, детальный барлықтарын. Бірақ енді оған әзірге мүмкіндік болмай тұр. Сондықтан да барынша атсалысуларын сұраймын, бірге осы каналда 10.000 подписчикке жеткізсек. Алдағы уақытта да мінекей бүгін аяқталды деп осымен тоқтап қалмайды бұл конкурстарымыз. Алдағы уақытта да әлі жалғасатын болады. Ол үшін бар болған сіздерден талап ететін нәрсе бұл активность. Лайк басып, комментарий жазып, әрбір шыққан видеоларымызға әрине сіздердің сондай еңбектеріңізді бағалайтын боламын, осы сияқты конкурстар ұйымдастыратын боламын. Біздің подписчикіміз қанша өскен сайын сыйлықтарымыз сонша көп өседі. Бағаналы обзор түсіргізеді, телефондарын береді, телефондарын ойнатқызады деген сияқты. Сондықтан да барынша активны болыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. 2000 теңгенің жеңімпазының бірі болыңыздар. Бар айтарым осы. Бірге қазақша контенттің дамуына үлес қосайық достар. Сіздермен болған мен Сапар, арнайы Сапаралы каналы үшін рахмет. Бірге бәріміз бірге 10.000-ға жеткізейік.